Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым, әңгімені тыңдамас бұрын маған тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Бір арудың обалына қалам деп 4 рет шаңырақ көтерсем де, бала сүйе алмадым. Есімім Дурен, жігітшілік Дуренмен жүріп көп қызыққа баттым. Өзім бір үйдің жалғызымын. Содан кейін мал мен мүлік менің жолымда судай шашылды. Мен сүйген қыз көп болмады. Бірақ көңіл көтерген қыздардың көп болғаны рас. Өзімнің түріне сендім. Шешемнің мал мүлкіне иек арттым. Дегенмен бір қыздың қатты көз жасына қалдым білемін. Бір істі қызық үшін жасаған сол әрекетім үшін өмір бақи өкінемін. Айдана, мені кешір. Мойындаймын, күндімін. Айдана туғаннан денсаулығы жоқ болатын. Сұлулығы мен аңғалдығы талай жігіттің жүрегіне шоқ салған. Ол маған ессіз ғашық еді. Менің оған деген ешбір сезімім жоқ болса да, онымен бір рет қана жақындасқым келді. Оның болмысының ізіктігін, маған деген ақ сезімін аяқ астеттім. Ол күнге де жеттім. Сосын Айдананы мүлдем көрмедім. Оның сол жағдайдан соң жүйкесі сыр беріп ауруханаға түсіпті. Айданадан ұлым бар көрінеді. Шешем менен теріс айналған. Бір қалада бір тұрамын. Қайда барсам да Айданамен кездесіп қалардай күйдемін. Көз жасы жібермегені шығар, 4 рет шаңырақ көтердім. 4-еуінен де бір тал ұрпақ сүймедім. Шым соны ойласам, еріксіз өртенеді. Не дейсіздер, Айдананы тауып одан кешірім сұрасам кешірер ме екен?